Ғай берен қыршылтен киелі таңбалары, әу бастан біздің ата-бабаларымыз бұл таңбаларды Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған кезден бастап біледі. Бұл жерде адамзаттың 40 жолына байланысты ерекше таңбалар бар. Біздің қазақтың эпостарының ішінде алпамыс, қобыланды батырларды осы жерге келіп, әке-шешелері бір Алладан тілеп сұрап алған. Сондықтан мұнда адам келіп бірінші табиғатпен қауышады, тәні қалыптасады, жаны тазарады, рухы кемелденеді, денсаулықтарына сауықтырады. Онан кейін өмірлер өзгереді. Хадисі Мұхаммед пайғамбарымыз хадисінде жазып қойған: қасиет жерлерді, ата-бабаларыңыздың жатқан жерлерін зиярат етіңіздер дейді. Ол сіздерге ақыретте естеріңізге салады дейді. Сондықтан адам осындай қасиет жерлерді аралаған кезде өзінің санасы сарыланып, өзінің өмірге не үшін келгендігі туралы сондай бір ақпараттарды, сондай белгілерді, сондай таңбаларды ой жерегіне салып, соны өмірге келтіреді. Сондықтан барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Осындай қасиет жерлерді аралаңыздар. Қазір елбасымыздың программасы қасиетті киелі жерлерді жаңғырту мәселесіне байланысты өте үлкен программа болып жатыр деп ойлаймын. Адам болғандықтан адамды бір жаратушы ием жаратты. Сондықтан сол босағадан ішке кірген кезде жоғары жақтағы бір киелі күштер, Алланың 99 атына байланысты тылсым құдіреттер, Алланың махаббаты, кереметі, қасиеті сізге әртүрлі энергия деңгейінде жалғаса береді. Сондықтан деніміз сау болсын, өміріміз ұзақ болсын, жақсылықтар бола берсін. Мен өзімді таныстыра кететін болсам, есімім Гүлфайрус, Астана қаласынан келген бұл жаққа. Осы жаққа келгендегі міндетім осындай Қазақстанның әдемі жерлерін тамашалап, және сосын бұл жақта біздің әулиелік жерлер, әулие қасиетті адамдар жатқан жерлер өте көп. Сондықтан соларды аралап, өз көзіммен көріп болды. Ғайып берен Қырықшілтен атамыздың басына бардық. Содан кейін ол жерде Адам ата Хауа ана жартасы бар екен. Сол екі жартастың ортасынан өту керек екенсің. Енді ол жердің кереметін, ол жердегі жаңағы түрлі құбылыстарды, адамның бір сезімдерін бастан кешіретінін айтып жеткізу мүмкін емес. Өте сондай керемет. Адам сол жартастың ортасынан өтетін кезде ғана өзінің бар өмірін ой елегінен өткізеді екен. Өмірдегі жасаған жамандықтар, жақсылықтар бәрі ойыңа оралып келе береді екен. Ол жердің бір құдіреті сонда, және соның арасынан өткеннен кейін адамда сондай бір өте күш пайда болған сияқты болады. Басқаша көз қарасыңыз өмірге өзгереді. Жаңарып, дүниеге жаңа келгендей болып шығасыз. Енді ол жерде түрлі құбылыстар болды, біреулер өте алмай қалған жағдай болды. Біздер мысалы үшін өте жеңіл өтіп шықтық, Аллаға шүкір. Өзімнің сезімден де айтып жеткізе алмаймын. Ол жерде кішкене қорқыныш та болды, содан кейін ол жерден шыққаннан кейін қуаныш та болды. Бірақ мен дүниеге жаңа келгендей өзгердім деп айта аламын. Өмірге деген көзқарасым да өзгерді, бәрі өзгеше.